Директке небір сообщениелер келіп жатады, шетелден келіп жатады, шетелден турист сияқты сіздермен хабарласады. Бұл қосымша пассивті табыс деп айтуға болады. Адам тез-тез байығысы келеді ғой, тез-тез бола салса дейді. Шынайы турист па, жоқ әлде намерениесі қандай, ниеті қандай, әдемі образ жизни, бұл қалай бұл ақшаны табады екен? Қазір соңғы кезде дамып жатқаны бұл криптовалюта. Оның өзінің арнайы мамандары бар, өзінің оқулары бар. Әлем бойынша мықты айналысып жатқандар бар криптовалютамен. Барлық нәрседе өзінің оқуы бар ғой. Криптовалюта деген кезде не түседі адамдардың ойына? Жақсы жерлерде қыдыру. Сондай бір ситуацияға мен өзім тап болдым және соны сіздермен бөлісемін. Бірақ ағылшынша жазады олар, ағылшынша жазады. Көрікті жерлерде демалып жүр. Бір кезде өзін-өзі суреттерді жібере бастайды. Қазір криптовалюта бар. Әлемде онымен айналысатын мықты эксперттер бар. Сол істің мамандары действительно табыс тауып жатыр. Оқу керек, білім алу керек, зерттеу керек. Армысыздар, бұл бизнес бастау каналы. Есімім Тағаев Нұрсұлтан, бизнестен нөлден бастау бойынша экспертпін. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бұл интернет арқылы табыс табу. Яғни оның ішіне көптеген түрлері бар. Қазір соңғы кезде дамып жатқаны бұл криптовалюта. Яғни қазір соңғы кезде тренд болып жатқан криптовалюта саласына Қазақстанда да қызығушылар өте көп болып бара жатыр. Осы видеоны көріп отырсаңыз соңына дейін көріңіз. Соңында жақсы бір сабақ алып шығасыз және жақындарыңызға тарата жүріңіз. Ешкім алданбасын. Мен енді өзім криптовалютаның маманы емеспін, сондықтан ол жақта толыққанды түсінбеймін. Бірақ қазір дамыған заманда қолымызда телефон бар, Инстаграм бар, әлеуметтік желі бар, сол әлеуметтік желілердің бәрінде криптовалютамен айналысып жатқандарды көреміз. Және жақсы табыс табуға мүмкіндік бар негізі. Бірақ оны оқу керек, зерттеу керек, оған үлкен көңіл бөлу керек. Кәдімгі үлкен бір ғылым, әрбір саласын оқу керек деген сияқты. Оның өзінің арнайы мамандары бар, өзінің оқулары бар. Соны оқып барып, кіріп жұмыс жасауға болады негізі криптовалютада. Әлем бойынша мықты айналысып жатқандар бар криптовалютамен. Бұл қосымша пассивті табыс деп айтуға болады. Егер жақсы білетін болсаңыз, оған кіру керек, уақыт арнау керек, зерттеу керек, одан кейін барып кірісуге болады. Оқу, барлық нәрседе өзінің оқуы бар ғой. Криптовалюта деген кезде не түседі адамдардың ойына? Бірден жақсы табыс, жақсы жерлерде қыдыру, қымбат заттарды алу, қымбат пәтерлерді алу, көліктерді алу деген сияқты. Олай болады, бірақ бірден көп адамдар бірден жасағысы келеді, бірден ала салғысы келеді. Сондықтан мынандай бір жағдай болды, соны айтып кетейін. Бұл жағдай Қазақстандағы жастардың және ересек адамдардың, криптодан хабар жоқ адамдардың тез алданып кетуі мүмкін. Сондықтан оның алдын алу керек. Жаңағыдай адам тез байығысы келеді ғой, тез бола салса дейді. Олай жол жоқ. Оқу керек, білім алу керек, зерттеу керек, содан кейін барып кіріссе болады. Қазір көбінесе барлығымыз Инстаграмда отырамыз. Инстаграмға директке небір сообщениелер келіп жатады, шетелден келіп жатады, бір танымайтын адамдардан келіп жатады. Сондай бір ситуацияға мен өзім тап болдым және соны сіздермен бөлісемін. Енді мен өзім ағылшын тілін жақсы білгеннен кейін мен кез келген ағылшын адаммен сөйлесіп кете беремін. Бір күндері маған директке бір сообщение келді. Яғни олар шетелден турист сияқты сіздермен хабарласады. Жаңағыдай, сіз Қазақстанда тұрасыз ба? Қазақстан қазір әдемі екен, туристік жерлерді білесіз ба? Немесе сіздің бір постыңызға астына бір не жазып кетеді, постыңыздың астына бір коммент жазып кетеді. Не деген керемет, бірақ ағылшынша жазады олар, ағылшынша жазады. Не деген әдемі жер, Қазақстанның бұл қай жері, не деген керемет жер деген сияқты просто сізге жазып кетеді. Сіз соған қарайсыз дағыны қызығасыз. Мүмкін бұл турист па, менің суретіме қызығып жатыр, немесе бір көрікті жерлерге қызығып жатыр екен деп. Егер ағылшын тілін білетін адам болса, ол ары қарай сөйлесіп кетеді. Мен дәл сол сияқты мен де сөйлестім, өйткені мен ағылшын тілін білемін. Маған қызық болды просто. Шынайы турист па, жоқ әлде намерениесі қандай, ниеті қандай. Маған ағылшын тілін оңай екен, мен онымен сөйлесе бердім. Сонымен ол Қазақстан бір-екі қалаларын жаттап алады.
Астана мен Алматы аралары алыс па, Астанада қандай жерлер бар, Алматыда қандай жерлер бар, сен қай жерде тұрасың, Қазақстан туралы қандай қыдыратын жерлері бар деген сияқты сұрақтарды қоя бастайды. Енді оның бәріне жауап бересің. Bir кезде ол Instagram емес, өзінің WhatsApp арқылы сөйлесуге шақырады. WhatsApp арқылы, яғни WhatsAppпен сөйлескен жеңілірек, давай WhatsApp арқылы сөйлейік деп сіздің нөміріңізді алады, содан кейін сізге WhatsApp арқылы жазады. Енді суреттерін, әдемі суреттер қояды, жаңағыдай әдемі образ жизни көрсеткен. Енді Instagram'дағы суреттеріне кіріп қарасаң, посттарына кіріп қарасаң, енді тамаша жерде жүр, тамаша жерде, көрікті жерлерде демалып жүр. Енді әдемі образды қалыптастырған суреттер бар. Жақсы өмір сүру, оны көрген адамдар соның өміріне қарап қызығады, міндетті түрде қызығады. Өйткені енді біз шетел десе, сразу еске бір жақсы өмір, қымбат жерде жүру деген нәрселер есімізге түседі ғой. Сол себепті көріп, уже ой қалыптасады адамда. Состоятельный адам екен, жақсы жерлерде қыдырады екен деген сияқты. Бұл бизнес каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз, подписация жасаңыз. Себебі бұл жерде тұлғалық даму бар, өмір сүрудің үлкен сабағын алып кетесіз. Кездесетін небір жағдайларды осы канал арқылы үйреніп отырасыз. Сондықтан каналға тіркеліп алыңыз, комментарияға өз ойыңызды жазыңыз. Мүмкін сізде осындай жағдай кездескен болса, комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Содан WhatsApp арқылы сенімен танысады, жайлап ақырындап, бір кезде өзін-өзі суреттерді жібере бастайды. Мен мынандай конференцияда отырмын, немесе мен өзін таныстырады, мен осындай бизнесменмін, немесе деп әдемі суреттерді жібере бастайды. Ресторандағы отырған суреттерін жібереді, әдемі бір тамақтарды, қымбат тағамдардың суреттерін жібере бастайды. Мен қазір досыммен осы тамақтарды жеп отырмыз, сіз не жеп отырсыз, сіздің тағамыңыздың рецепті қандай деген сияқты осылай сұрақтарды қойып жібере бастайды. Яғни ана суретті көргеннен кейін адам қызығады, адамға сразу ой келеді, что состоятельный адам, жақсы жерде жүр, нормально, бұл қалай бұл ақшаны табады екен, бұл немен айналысады екен, бұл бизнесмен ба деп адамда ойда сұрақ қалады, бәрі ойында сұрақ тұрады. Олар сол арқылы адамның психикасына кіреді, суреттер арқылы, оны басында сезбейсіз. Просто сізбен жай адам ретінде, дос ретінде, бір турист ретінде сөйлесіп отқан сияқты әңгіме дүкен құрып отырады. Осылай бірінші, екінші күндер осындай бір тамақтардың суретін жібереді, өзінің барып жатқан шопинг жасап жатқан дүкендерін көрсетеді, бір молдарға барып жатқан, мысалы қыдыратын жерлері, немен айналысатын, гольф ойнайтынын, тенниспен айналысатынын бәрін жібереді. Енді гольфпен, тенниспен кім ойнайды, қандай адамдар ойнайды, өзі түсінікті ғой да, состоятельный адамдар барады. Оған уже сенің миың сене бастайды. Онау состоятельный адам екен, қайдан тауып жатыр мынандай ақшаны деген ой сенде қалыптасады. Ол өзі айтпаса да. Сонымен сөйлесе, бір күні ол жайлап сұрақ қоя бастайды. Сіздің табысыңыз қалай, немен айналысасыз, жалпы табысыңыз көңіліңізден шығады ма деген сияқты. Осындай айналысамын, табысым нормально деген сияқты, немесе табысым аз деген сияқты жауап бересің. Ол одан кейін өзінің несін бастайды, әңгімесін. Қазір крипто деген естігенсіз ба? Мен криптамен айналысамын. Криптамен айналысып жүргеніме осындай 4 жыл болды, 5 жыл болды. Міне соның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмын. Инстаграмдағы суреттерді көрген шығарсыз деген сияқты өзінің қалай табыс тауып жатқанын, қандай үлкен мүмкіндіктерді алып жатқанын айта бастайды. Адамға ой келеді. Қазір криптовалюта бар, действительно бар. Әлемде онымен айналысатын мықты эксперттер бар. Бірақ олар өмірін сол криптоға арнағандар, ол жердің қыр-сырын бәрін біледі, тәжірибелері бар, оқығандар, сол істің мамандары действительно табыс тауып жатыр. Бірақ ол өте рискованный нәрсе. Бірде төмен түсіп кетуі мүмкін, бірде жоғары көтеріліп кетуі мүмкін. Оған оқу біліммен ғана кіру керек. Содан мен естігем криптовалюта, бірақ мен білмеймін дейді. Өйткені көп адамдар әлі білмейді, Қазақстанда криптовалюта туралы бір 20-30% ғана білетін шығар, 20% ғана, немесе одан да төмен болуы мүмкін. Сонымен естігенім бар, жақсы табыс табуға болатын білесіз. Соны естігенім бар дейтін болса, олар болды, соған жабысып қалады. Яғни өзің крипто туралы керемет нелерін жібере бастайды.
адамға керемет өмірдің стилін көрсетеді, керемет өмір сүру салтын көрсетеді. Бірақ жаңағыдай айтып қояды, ол жерде кішкене рисктер бар, оны абайлап істеу керек, былай істеу керек. Бірақ мен енді 4-5 жыл болғаннан кейін мен соның маманымын, мен білемін деген сияқты өзіңкін эксперт ретінде көрсете бастайды. Одан кейін сізбен сөйлеседі, сіздің состояниеңізге кіреді, сізге болса, жағдайыңызға қарай, ана состояниені көріп қызығасың ғой бәрібір. Ол кемінде айына $10,000 табам деп айтады, мысалы, кемінде $10,000, $100,000 тапқан күндерім болған дейді. Былай скриндарын жібереді, әр нәрсені жібереді. Одан кейін өзің көңіл күйің түсе бастайды. Менде неге таба алмаймын, менде тапсам болады ғой. Адам жасағанда адам жасайды ғой. Мен неге жасай алмаймын деген сияқты өз-өзін адам төмен санай бастайды. Ана адамнан төмен санай бастайды дағыны. Осы адам сияқты болғысы келеді, осы адам сияқты әрекет жасағысы келеді, осы адам сияқты бір керемет дүниелер жасағысы келеді. Және көбісі жұмыстан шаршағандар, кредиттан жүргендер бар, бізде қарызда жүргендер бар, тез жаңағыдай криптовалюта арқылы ақша тауып, сол қарыздарынан құтылғысы келеді, немесе басқа бір мәселелерін шешкісі келеді, семьялық жағдайын сақтағысы келеді деген сияқты. Сөйтіп содан қашан бір үйретсе екен осы деген сияқты бір адамда ой қалыптасады бәрібір. Сөйтіп маған бір хабарласты, жазып жатқан сол әдем суреттер, әдемі нелердің барлығын жібереді. Мен бірақ бақылап отырдым, қай жерге дейін барады екен, не істейді екен деп. Содан кейін бастап ол өзінің крипто туралы нелерін бастады. Осылай жасауға болады, бірінші аздап саласың, одан кейін көбейтіп аласың деген сияқты. Ал инстаграмын ашып қарасаң, мүлдем ұқсамайды. Инстаграмын ашып қарасаң, күнделікті жүргізіп жатады, инстаграмын әдемі образды ары қарай салып жатады, ешқандай күдік еш нәрсе болмайды. Ойлайсың ғой, алаяқтар олар жоқ болып кетеді. Алаяқтар олар инстаграм жабаттағыны басқа бір не ашып кетті. Жоқ, олай емес. Олар до того мынау психологически дайындалған адамдар, кәдімгі өздерін бір заңды жұмыс сияқты істеп жатқан сияқты инстаграмын күнде жүргізеді. Күніге жеп атқан тамағын салады, күнделікті өмірін салады, өмір сүру салтын, спортқа барып атқан, қай жерде қыдырып жүргендерін, қымбат жерлерде жүрген бәрін салып отырады. Олар осы Средний Азияға қарай, криптодан хабар жоқ адамдарға және сауаты төмен адамдарға қарай атака жасайды негізі. Кім сәл слабый, кім сәл білмейді, солардың ақшасын алып, өздеріне пайдаланып отырады. Бірақ оны білдірмейді еш білдірмейді. Өйткені қарап отырсаң, инстаграмы жүріп жатыр, кәдімгі өзің сияқты адам қыдырып жатыр, тамақ ішіп жатыр, әйтеуір жақсы өмір сүруге ұмтылып жатқан адам сияқты болып көрінеді. Және осы біріншінде бұл бастапқа кемі $100 бастасаңыз болады деген сияқты ұсыныс айтады. Давайте мен саған көмектесейін, менің жолымды жасаған келеді ма, мен онда саған көмектесейін, мына сені бір қиындық жағдайдан шығарайын, сен сол арқылы тез шығып алып, жағдайын жасап алып. Деген сияқты адамды қызықтырып, болашағын айқын көрсетіп қояды. Осылай бастапқыда енді $100 деген бір анау айтқан сума емес қой. $100 дегенің жаңағы $100, $200 дегенің бір қатты үлкен сума емес. Көп адамдар оған рискке бара салуға дайын да, бір 50,000, 100,000 теңгені салып бастап көрсем, ары қарай жайлап көбейтіп аламын деген сияқты. $100, $200 ол қалай болса да адам табады. Оны кредит алса да, біреуден алса да, қарыз алса да, жаңағыдай. Сөйтеді дағаны $100, $200 салады. Одан кейін ол 3-4 трейдингке қатыстырады, 3-4 сауда-саттыққа қатыстырады. Сөйтеді дағаны бір аз маржамен бір $100, $200 бір $250 болады. Бір $20-30 әр неден көтеріп отқан, әр нәрседен жасап отқаннан кейін, одан көзің жетеді оған. Охо, мынау нағыз эксперт екен, мынау жақсы маман екен деп сенім қалады. Одан кейін ол саған сол ақшаны шешіп алу жолын көрсетеді. Қалай шешіп алу керек екенін бәрін үйретеді. Оны шешіп алып көресің. Ал оған мамандар қаншама уақытын жұмсап, осыны оқу жолында жүріп, сол жерден әрекет жасап жатыр. Ал көп адамдар тез байығысы келеді, тез жаңағы
адам жаратылысы солай ғой, тез байып кете салсам, тез бір жерден ала салсам деген сияқты. Енді алтын көрсе періште жолдан таяды деп бекерден бекер айтпағанмын ғой. Сондай ақшаға бәріміз құмармыз, оны мойындау керек. Тез жетіп алуға, тез ала салуға, ешкім жанын қинағып жүргісі келмейді, ешкім оқу білімін алғысы келмейді, бір жылдап, жарты жылдап ешкім жүргісі келмейді. Адамдарға қазір тез бола қалса, тез ала салсам. Міне адамдардың осындай жағдайын пайдаланады. Адамдардың асығыс екенін, қиналып жүргендерін жақсы өмірді көрсете бастайды. Ол бірден саған $1000 сал, $500 сал деп айтпайды. Жайлап осы қолынан келгенше сал, минимальный сумма $100, $200 бастайсың деп салғыз көрсетеді. Одан кейін оны шешіп алу жолын көрсетеді. Үстіне 1-2 маржасын көресің өзің, бір $20-30 қабатқан. Енді өзің алып көргеннен кейін бұл мүмкін екен деген ойға қаласың. Көмектесіп жатыр. Одан кейін енді ол айта бастайды. Мен $10,000 саламын. $10,000 салғаннан кейін маған бір кемінде $1000 қалады, кемінде $2000 қалады. Бір сауда саттықтан, бір трейдингтен деп сені одан сайын қызықтырады. Мен $100,000 саламын, содан $15,000 қалады деп өзінің мақтанып көрсете бастайды. Одан кейін сенде де сондай ой келеді. Менде неге $10,000 салсам, бір ойыннан $1000 қалады екен. $1000 дегенің 200-300 мың ақша, 400 мың ақша деген сияқты. Сондай оймен уже адамдар мүмкіндіктер іздей бастайды. Өйткені алып көрді ғой, $100 шешіп алып көрді, үстіне $20-30 пайдасын көрді, дәмін татып көрді. Енді $10,000 қайдан аламын, көп салсам көп алады екенмін. Көп, неғұрлым көп ақша салсам, көп пайда табады екен деген ой адамды жей бастайды өзі. Одан кейін барып жаңағыдай мүмкіндіктерді қарастыра бастайды, іздестіре бастайды. Маған да осылай ұсыныстар өте көп түсті. Сол енді білмеймін артында кім тұрған. Может, бір қыздың жаңағы инстаграмын ашып алып, артында бір ер адам жүргізіп отыр ма, білмейсің нақты көзбен көрмегеннен кейін. Сол маған жазады жаңағыдай, ақшаны қашан көбейтесің, енді үстіп жүре бересің ба, $20-30 тауып, давай $10,000 жеткіз, $5,000 жеткіз, сол кезде мынанша аласың деп сені асықтыра бастайды. Сен өзің тез жаңағы пайда табу үшін өзіңді асығып жан жақтан іздей бастайсың. Мен енді оны білемін, өзім бизнесте жүргеннен кейін, бизнестің қыр-сыры болғаннан кейін, адамдардың психологиясымен айналысқаннан кейін, мен психологияны жақсы білемін. Жаңағыдай алаяқтық психология қандай болады, шынайы адамдардың көмектесіп жатқан қалай болады. Одан кейін асықтыра бастайды, саған ұрса бастайды, неге кешіктіріп жатсың, неге енді тез пайдаңды алмайсың ба, тез жасап алмайсың ба, осы ай ғана маржалар өте күшті, осы айда салып қалсаң керемет нені ұстайсың да, осы айда салып қалсаң бір керемет бір жақсы бір пайданы ұстап қаласың, сені асықтыра бастайды. Көп адамдар ойлаймын Қазақстанда осыған түсіп жатуы мүмкін. Өйткені қазір Инстаграм бәрінде бар. Ағылшын тілін біреулер біледі, бір 10%, 20% білсе де сөйлесе алады. Саламатсыз ба, қалайсыз, қалай жағдайыңыз деген нәрсені айта алады. Сол арқылы қанша адам түсіп жатуы мүмкін. Осы видео сол үшін. Және болашақта да бұл жасалына береді, бұл кете береді. Қаншама адам осындай алаяқтық жолға түсіп қалуы мүмкін. Енді жаңағыдай мен енді білгеннен кейін, мен дереу оны асықтырып атқаннан кейін білгеннен кейін уже бұл алаяқтық система. Яғни мені тез салдырып алып, одан кейін сразу білдім мен жоқ. Өйткені ол ақшаны таппай қаласың. Өйткені 2 күн сайын асықтыра береді, 2 күн сайын саған жаза береді. Сені тез шешім шығару мақсатында, тез ақша салдыру мақсатында жаза бергеннен кейін мен адам психологиясын жақсы білгеннен кейін мен білдім. Бұл сондай бір система. Және осы видеоны кеңінен тарата жүріңіз, достарыңызға таратыңыз, WhatsApp чаттарға таратыңыз. Бұл алдын алу. Бұл сіздің, бұны білмесеңіз, бұл сізге де келуі мүмкін. Бұл сіздің инстаграмға түсуі мүмкін. Осы видео арқылы жақындарыңызды сақтайсыз. Осы видео арқылы жаныңыз ашитын достарыңыз сақтайсыз. Енді
қазаққа жаны ашымаса кімнің жаны ашиды деген сияқты ғой. Ешкімнің жаны ашымайды. Сондықтан біріміз бауыр, біріміз дос болып, бірімізге көмектесіп, көздерін ашып, алдын алу мақсатында тарата жүріңіз. Сол арқылы қаншама адамның өмірін сақтауы мүмкін. Енді қараңызшы, өмірін сақтау деген ол адамдар қаншама ақшаны салып қояды. Біреу кредит алу мүмкін, біреу соңғы ақшасын салу мүмкін, біреу үйін сатып қояды, біреу көлігін сатып қою мүмкін деген сияқты. Одан кейін ол ақша жоқ, одан кейін көшеде қалады, адам көшеде қалуы мүмкін, отбасы ойран болуы мүмкін. Адам барам деп бармайды бұндай істерге. Қарызда жүргеннен кейін, қиналып жүргеннен кейін, көп ақша таба алмағаннан кейін, жақсы көлік мінгісі келгеннен кейін, жақсы үй алғысы келіп жүрген адам тез түседі бұндайға. Көп ақша тапқысы келіп жүрген, психологиялық слаб адамдар тез түседі. Өйткені қазір көбісінің басында қарыз бар, көбісі жаңағы үй аламай жүр, көлік аламай жүр деген сияқты. Сондықтан осындай мүмкіндіктер көрсеткеннен кейін адам жан-жақтан ақшаларды іздеп, бүкіл тапқан, таянғанын бәрін осы жерге салып жіберу мүмкін. Соңында ол ақша да жоқ, әлембай жерде алтын бар екен, барсаң тесік шелек жоқ деген қазақтың жақсы сөзі бар ғой. Сол сияқты жылтырағанның бәрі алтын емес, жылтырағанның бәрі алтын емес. Еңбекпен миды дамытып жұмыс жасау керек. Криптовалютаның өзінің оқуы бар, мықты мамандар бар, бірақ бұны оқу керек, анализден зерттеу керек, бұған кіру керек кәдімгідей. Үлкен бұл ғылым. Сондықтан осындай тез-тез табыс табам, тез-тез байып кетем деген нәрселерге сенбеңіздер. Жаңағыдай сиқырлы таяқша жоқ деген сияқты ғой. Барлығы еңбекпен, барлығы сіздің ақыл ойыңызбен, істеген ісіңізге қарай нәтижесі болады. Және осы каналға жазылмаған болсаңыз, каналға жазылып алыңыз. Келесі видео сабақтарда осы барлығы біздің қауымымыз үшін өмірде кездесетін жаңағыдай ситуациялар, тығырықтан қалай шығу, мотивацияны қалай алу, энергияны қалай көтеру, қалай дұрыс өмір сүру, қалай жақсы өмір сүру, бизнес жасауға, немесе істеп жүрген жұмысыңмен қатар қалай өзіңді керемет бір дәрежеге жеткізуге болады, өзіңнің жан-жақты ашып көрсетуге болады. Барлығы тұлғалық даму үшін, сізбен біздің мықты жетістікке жетуіміз үшін видеолар салынып отырады. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліңіз, комментарийға өз ойыңызды жазыңыз. Комментарийға жаза кетіңіз. Мүмкін сіз бұлындай осыған ұқсас ситуациялармен кездескен шығарсыз. Ойыңызды бөлісе кетіңіз, чаттарға таратыңыз. Барлығы көрсін, барлығы, енді бүкіл барлығына жіберу мүмкін емес. Қойт осылай болса да біз біршама адамдардың өмірін сақтай аламыз. Біршама адамдарға жақсылық жасай аламыз. Біршама адамдардың өз ақшасын өзінде қалдыра аламыз. Сондықтан келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған бизнес бастау каналы. Бай болыңыздар, бақуатты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Келесі күндерде жүздескенше.